Hey, сәлеметіп әлем. Сіздермен бірге Рома Геймер. Бүгін біз веб-ойынмен қалай жұмыс істеу керек екенін үйретеміз. Достар, бірінші біз өзіміздің мына жерде файл менеджер деген тәртіп аласыздар. Play Market'тен соған кіресіздер. Мысалы, мен қазір көрсетейін бір. Астында бұл жерде дубликат файл деп тұрады. Ондай жоқ па екен? Қазір көрейік. Достар, жоқ екен. Енді не істейміз? Мұнаны істей салайық. Осыны істеген жақсы сияқты, достар. Қазір қалай еді? Jadi kristal meda. Қазір көрейші. Достар, бұндай емес екен. Қазір жазамай қалды қой. Не болып кетті вообще? Одан қайта басынан істей салайыншы. Енді әдемі болып келе жатыр. Zip деп жазайық. Міне дайын. Міне дубликат файлы естіп тұрады. Сосын оны өзгертесіздер қайттан. Мына zip дегенді точкамен алып тастайсыздар. Қазір сызып көрсетем. Міне осыны алып тастайсыздар. Түсініңіздер ма? Қазір мен алып тастайым. Міне алып тастайым. Точкасына шейін алып тастаңыздар. Точкада кедергі келтіреді. Достар, мен де білмеймін, ашылмай жатыр. Өткен бұл өте үлкен файл, сондықтан ашылмайды. Сондықтан енді не істейміз? Енді қараймыз. Достар, менде осындай көп, нелер көп. Мысалы, бір музыка алайық қазір. Дауысын шығарып алайық. Міне. Ал енді тоқтата салайық. Кеттік. Енді шығамыз. Мына ертедім жоқ, шығамыз. Енді бізге VPN керек. VPN-ді біз қаяқтан іздейміз? Әрине, ойбай. Бірінші Play Market'ке кіреміз. Одан кейін VPN деп жазамыз. Ағылшынша. Одан кейін шығады. Бізде мұнау осыны тарту керек. Қазір сызып көрсетемін. Міне осыны тартамыз. Міне көрсетейін. Мына VPN деп жазсаңыздар, мынау шығады. Secure VPN деген. Көрдіңіздер ма? Болса, обязательно шығу керек. Одан басқалар болмайды. Bit VPN анауына болмайды. Енді осыған кіреміз. Менде жаңарды деп тұр. Енді басқа программадан кіре саламын қазір. Ал енді күтіңіздер қазір. Шықтық. Қазір кіреміз. Қайда? Тұр екен, достар. Қазір үйретіп жіберейін. Осылай шығу керек. Осылай шықпаса дұрыс емес. Осыны басасыздар, сосын басасыздар да. Осыны басасыздар. Сосын мынаны басыңыздар. Осыны басқан кезде өзі connected деп шығады. Қазір қаламдап тастайық. Енді қосылды. Достар, енді бұны тексеріп көру керек. Жаңда zip деген тапсауды үйреттім. Енді қазір YouTube'ға керек, мысалға. Енді не деп жазсақ болады? Ойыма ештеңе келмей тұр. Не деп жазсақ болады? Или YouTube'дан іздеймін ба? Сөйте салам ау. Қойшы. Қазір қайда? Таппай жатырмын. Қайда таппай жатырмын? Міне, таптым. Қандай видеолар шықты?
түсіндім. Каналына кіре салайық. Қаяқ деді. Міне ойнады түсіндері. Енді қару мод алайық. Қару мод. Қайда қару мод? Міне. Енді мынаны ала салайық. Bunu tartalım, yeni tartalım. Енді көрейік. Das neue Honor 50 5G, inklusive 20 GB und gratis Earbuds für nur 29,99 €. Кәсіқан, вот қайда. Ой. Басқа нәрсеге кіріп кетті. Анау екен ғой. Достар, тарттым мысалға біреуін. Ашылмайды жаңде VPN қостым, енді күшті істейді. Достар, енді мықты болу үшін бірінші мынаны басасыздар да Open in Chrome деп. So, Redout енді басасыздар. Одан кейін қазір менде шықты. Мынаны басып кіріп кетсеңіздер де болады, или ана бұрыштан басып сіз көрсем, мынаны басасыздар. Сол кезде шығады. Мен қазір басам, және шығыптыр. Ал енді тартылған күтеміз. Міне осы тұр. Тартылып жатыр. Міне тартылып жатыр. Қазір күтеміз. Жақындап қалып, міне осы. Тартылды. Енді бұны ашамаймыз. Бұлай ашамаймыз. Енді қайдақтан кіреміз. Енді менің файл менеджерден кіреміз. Одан кейін осы шығыптыр. Енді zip деген жазуды алып тастайық. Точкаға шейін точканы тапсаңыздар, сонда жақсырақ болады. Атын өзгертсеңіздер де болады. Маған бәрібір. Ал енді кірейік. Кіргесін бізді Майнкрафтқа лақтырып жіберді. Ал енді сау болыңыздар. Мен сіздерге бүгін VPN мен файл менеджерді қалай зипті алып тастауды бәрін үйреттім. Енді сау болыңыздар.